Үтөкүн болду. Аргаңы бычакка Россия хубагай Украинаға хирииннен саба төһәри бөлөм олорот диэн хурияллар. Маңнай политика диэн сайт Спутниктан төһөр бир хатскаларын көддөрбүтэ. Аны Вашингтон Пост онна Foreign Policy диэн холну таргаппыттыра дини конуну. Балаган игер Запад 2 тыгынча хүрбе бирден Россия онна Белоруссия учейтин кенниттен херибитин Украина анныгар агалан куппуту хүбүт. Аны Зеленский 100 тыгынча кариңе халлаат бар диэн эппиттыммыт. Аны битин госперевороту белемнилерден Украина разведката хираннынан билбит көрбүт истибит болбут. Өссақсынныға болуқтағы күнін жылын чуабатчы ыйбыттар. Жетоға тинник болла. Тинник ускақ тоға арға тилиес үдді. Бастатан туран арғаңы дойдылар чақчы Россияттан куттанан толлоныр олылар. Грузияны кітігінші асыллақы мұндыға бербеппет, онтан Крымға референдум болбута, келин Сирияға кирен террористары өжіған нағыппыт. Аны хотуртағыта те Азербайджан 2 Армения ирсәнин Россия бахарбыта. Бу барыта билден тура Россия кыагын күйін туғылыр. Иккинен үгәс курдук эдер Европа дойдулара маны Польша бағылыр көхілір, онна Прибалтикалар илинги ыл кирен қахан барар хам батты ден хананнан былы-былыгаттан олар. Ондық сана олғыран қалбыт. Қайырда кықтыра уақ. Итинне би Донбасс бапыруға бағарлан бедбәкке оспот бас болан ерер. Жиңер Россияға хәри дост алнағаты уақ. Тоғы теннек бұғымайғы болла қаттан қатылым, бастатан туран гуманитарны причина бар. 3 миллионтен тақса ки бұдан басқы олырыр, нұтчалы тыллақтыр өстіяқтыр онына Россия декке ханалақтар. Бұ жонмұд барақсаттар сир қалланы кірдігер, қалбыттара қағыз тақылдары болды. Украина бұ жонға дост ол көміліспет, қамнастағаны пенсияда төлөнмәт. Арайти Россия өкөметінен олар олар. Бұ жон Каян Киевы кытта хатан олар баттурукка тиде, тоғайтаққа анара дойду политиката бидерге күрдік украинистары әрі өрі тұту болар. Тыл бұраба, омук бұраба денеті көмчүлілдер. Иккинен Минскай хөбіленген Украина долбурга ууппытар атта, хөбі хуақ қоған сүбілехеген денетелер, бұ жоңға туспа статус берен федерация ұруқтағадылар. Оларан националистер Бласко оларын тұқары ете олық кыллы бат. Избелитика онна күстерден балыр олар Зеленскайы, олық қалбарай баққына ытарчалы хам ытыран олар олар. Бұ манна қырада қамсыңы бара беті олар, етіннік тияқ мейраға бейге тие оға дебет. Мы, еще раз говорю, денацификацию Украины должны обязательно провести. 24 февраля наша страна заявила Западу, что мир, в котором всем управляют Соединенные Штаты Америки, закончился. Будет мир, в котором все будут уважать друг друга, где не будет места геноциду, фашизму. Понятно, что тот режим, который сегодня на Украине существует, он с самого начала был, знаете, фашистским. Я, слава богу, с 2014 года никогда не менял свое мнение, везде открыто говорил, что власть на Украине захватили бандеровцы. Потому что то, что мы сейчас видим, то, какие факты сейчас скрываются, настоящих фашистских, по-другому слова не назовешь, злодеяний против людей за то, что они говорят на своем родном языке. И, наверное, у нашей страны такая миссия, да, воевать против фашизма, где бы он ни был, так и все-таки фашизм уничтожать. Потому что дорогую цену заплатили народы нашей страны, в том числе народы Якутии, за то, чтобы фашизма не было. А сейчас западные страны, позабыв все, что было, вот наоборот, искусственно его этот фашизм взрастили в отдельно взятой Украине. И понятно, что вот этот режим, он не успокоился бы, он рано или поздно напал бы на нас. Вот как говорят оперативные данные, наверное, это состоялось бы уже вот даже этой весной на Крым, на Донбасс, нападение совершилось бы. Но они на этом и не успокоились бы, они пошли бы дальше. И, конечно, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин взял на себя огромную ответственность. Знаете, это очень мужественный поступок великого человека. Он дал задание начать эту спецоперацию. И я уверен, что мы обязательно победим. Уже 67 тысяч
консультаций, приемов, сеансов лечения проведено за время специальной военной операции как раз для тех ребят, которые вернулись с специальной военной операции, для членов их семей, для тех специалистов, которые постоянно тоже работают с нашими контрактниками, с военнослужащими. Это тоже такая очень серьезная нагрузка на здоровье. Вот. И работа эта продолжается. Жизнь после победы. Тебе гайы болуға, парад бәу болу, браханник бәу болу, уру яйхал бәу болу. Харaq иелерге олаттара кәлектірі, бияқа олаттар бүт соқтар. Бейге білеген бұл кейі хатан тылынан әппет ұрытын, аймалханын сүтігін уянын жабыт. Онтон ол бәбіт тоқпыт жизнь после победы өсі күйірі дейханы бұд. Өсі экистен кәлін ұрақанды кирияға. Бұл бияға түріппіттерге ден олбата құсы әбедерген кәргеттерге күп-күр оғылырға. Онын бұл бастыбыла психологтарға балғамтабынан ебін. Бұға ден бұл жизнь после победы ден программа чертетіне. Бұл бияға сүтіптәқтерге программа толқойдоғын ден. Әтебін тоғыды тапқа. То білен тұрар. Чөй бәу болатын нақыл бүтжаңға. Менің тоқта ебәппін. Но тоқта оларын үтәрбітелларға наға ғырқан болуға. Атам бейі параққа тұруқ бұт соға. Атам бейі кейіттер біт. Бұл үнелергер чөй бәйтік баран әр ұстыс бұт. Солдат ол кәргеннен баран әрлерін кайын көректері хоға. Әбетер оғыларға, ғалас шастырғар ағаларға кәлияқтері. Мен сенмер кімдер әмі кәлбәт. Әті ғырқан бағайды. Тоңдай ғырайын дейін болыр да. Оғыларын сүтір біт түріпіттер, кіргеттер, әрелер, света қайдақ опознанияға керебен. Қайдақ құру болар табын. Қайдақ бақаронаны етабын. Қайдақ тоғып олары. Қайдақ көмебен. Қайдақ военкомаққа таққабын. Қайдақ орден мужестватын сырсабын, болабын. Онытын бүтәхегер оғын қайдақ тағындарын етабын. Осайнын мен мандық сыңқабай қору бұды тақпына қайдақ болуға тақпына еткен. Бірін қамбай оғын бейі бұл сақа бітсіргер үсті олардан өті сотты бұд иелер бар болулар. Бұл иелер қайдақ олар болуй. Ғалай өсі ол хоқ болар еген. Bir жеттен таққан бар бұд. Олаттар бирие оғылары хоқ болалар еген. Кығылақ, онна абалақ. Онтан ағалар болана алы бәдірі мен кіргенменен көрдіқ мен алуға тындық страдайдылар. Оны нәр бәғаға қамойы қиын соқ болла. Отуян барандар хоқты баттар. Аға кейіға ол оғыны өйтері бо, атағар тұрбыт ол оғыны өйтері ен нағыныр қолаға де. Ырахан халучай. Онтан менде комитет семей воинов Отечества халайарырдық бінеме тенек вопростар киреллер это. Мы делаем разные обряды. Даже обряд, когда вот из Гумачи проводят, мы тоже туда ездим. Вот когда некоторым матерям, женам становится плохо, вот на опознание, когда они просят, мы тоже ходим туда. Вот ездим даже в районы, да, чтобы похоронить. Мы хороним даже безродных. Все вместе. 2 дня назад я приехала из Скобяйского района, из села Мыкучу. Меня попросили вот это. Там сестра тоже одного участника воина уже несколько дней, ну, где-то около месяца вообще не может спать. Для вручения медали Отцу защитника Отечества мы выезжали на дом. Буквально вручив медаль за Отца защитника Отечества, через некоторое время отца не стало.